Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге үй жағдайында барлық құрамы үйден табылатын, ешқандай да қуырмайтын, пісірмейтін, барлығын турап араластыра салатын майонезсіз ең оңай салатты көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен капустамызды осылай өте жіңішке қылып пышақтың көмегімен әдемілеп турап аламыз. Егер сізде арнайы капуста кесетін пышақ болса, сонымен турасаңыздар да болады. Дәл осы видеоның астына описание бөлімінде толық рецептін жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Құрметті менің көрерменім, егер менің каналым сізге ұнап, видеом пайдалы болып жатса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз, және де қазақша каналды қолдау ретінде подписация бөлімін басып қалдырыңыз. Мінекей барлығын турап алдық. Енді осындай үлкендеу ыдысымызға барлығын жақсылап салып аламыз да, капустамыз салғаннан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап тұрып қолымызбен сығып аламыз, яғни капустаны жібітіп аламыз. Екінші кезекте қиярымызды да видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап аламыз. Менде дәл қазір свежий қияр, яғни балғын қияр қолдансаңыздар да болады, немесе тұздалған қиярды қолдансаңыздар да өте әдемі болып шығады. Бұл салат барлық тағам түрлерімен үйлесе береді. Сұйық болсын, қою болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Бастысы қол жетімді, үйдегі барлық заттардан жасай саласыз. Қиярымызды турап алғаннан кейін капустамыздың үстіне барлығын әдемілеп салып аламыз. Ендігі кезекте пиязымызды осылай ортасынан бөліп, бұны да өте жіңішке жұқа етіп, жарты сақина етіп турап аламыз. Егер де сізге пияз ұнамайтын болса, салатқа қоспай-ақ қойсаңыздар да болады, бірақ өте дәмді, керемет болып шығады. Және де сәбізімізді осындай корей үкішіне арналған үкіштен жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Егер сізде болмаса, соломка етіп турасаңыздар да болады. Бірақ та осылай үкіштен өткізген өте оңай әрі тез. Міндетті түрде осылай үкіштен өткізсеңіздер, жеуге де ыңғайлы болады. Сәбізімізді де осы ыдысымызға салып, үстіне 3 дана болатындай чесногымызды, яғни сарымсағымызды осындай үкіштен өткізіп аламыз. Дәміне қарай кішкене тұзымызды саламыз. Және де осындай қызыл паприканы қоссаңыздар, дәмі де одан сайын жақсы болады. Кішкене ғана қара бұрышты қосуды ұмытпаңыздар. Және де өзіңізге ұнаған кез келген көкшөпті қоссаңыз болады. Менде қазір укроп, яғни осы укропты қосатын боламын. Майдалап турап қосып жібереміз. Және 2 ас қасық болатындай соя соусын және 3 ас қасық болатындай сұйық майымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Барлық жеріне майы сіңгенше толықтай араластырып аламыз. Салатымызды холодильникке 2-3 сағатқа қойып қойсаңыз, дәмі сіңіп, өте керемет болып тұрады. Мінекей қыздар, осымен біздің салатымыз дайын. Кез келген тағаммен үйлесе беретін, ешқандай да қайнатуды, пісіруді қажет етпейтін өте оңай салат. Каналымды қолдап кетіңіз.